Қайырлы күн. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, бүгін сіздермен бұйыртса екінші рет жүздесіп отырмыз. Бүгін екі салаға қатысты мен баяндағым келеді. Оның біріншісі құрылыс саласы. Өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласы мегаполис ретінде қарқынды дамып келе жатқан қаланың қатарына жатады. Осы қаланың дамуына үлкен әсер ететін саланың бірі, әрі бірегейі бұл құрылыс саласы. Себебі біздің қаламызда мынау балалардың туу қарқынды өте жоғары. Сонымен қатар мегаполис ретінде жалпы мынау жаһандану дәуіріндегі урбанизация секілді мына үрдіске қатысты біздің қаламызға сырттан, әсіресе облыстардан, аудан көлемінен көшіп келетін тұрғындардың саны басым екендігін айтуымыз керек. Осыған қатысты адамдардың тұрмыс тіршілігіне орай қаламызда құрылыстың қарқынды жүруде бұл қалыпты жағдай деп айтуға болады. Былтырғы жылы біздің қаламыздағы құрылыстың қарқыны 14%-ға өсті. Оның ішінде мынау тұрғын үй көлемі 26%-ға артты. Сол осы құрылыстың қарқынды дамуының да нәтижесі ретінде қаладағы инвестицияның көлемі 12%-ға артқанын айтуымыз керек. Жалпы қаламызда бүгінгі таңда 2024 жылы 1514 пәтер сатып алынған болатын. Оның 454-і жұмыс істейтін жастарға арналған болса, 1060-ы әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған отбасыларға тапсырылды. Дәл осы тәсілмен биылғы жылы 1279 пәтер сатып алынатын болады. Оның 900-і жұмыс істейтін жастарға арналатын болса, 379 пәтері осал топтың қатарына кіретін тұрғындарға берілетін болады. Биылғы жылы мемлекеттік бюджеттің есебінен 97 нысанның құрылысы жүргізілуде. Жалпы 283,5 шаршы метр құрайтын көпқабатты 57 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіледі. Бұл үйлерде 3592 пәтер бар. Соның ішінде 190,9 шаршы метрі биылғы жылы тапсырысқа беріліп, 31 тұрғын үйдің құрылысын аяқтап, 2412 пәтер пайдалануға беріледі. Сол жерге тұрғындар кіреді деп жоспарлап отырмыз. Жалпы осы жерде айта кететін дүние, біз тұрғын үйдің көлеміне қана емес, оның сапасына қатысты қойылатын талаптарды да күшейтіп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, бұрынғы жылы гарантиялық мерзімі 5 жыл болатын болса, қала әкімі Ғабит Әбдімәжитұлының тапсыруымен бұл 7 жылға дейін өсірілді. Жалпы Шымкент қаласында құрылыс басқармасының есебінде кепілдік мерзімі сақталып отырған 197 тұрғын үй бар. Енді 2024 жылы осы тұрғын үйлердегі 10.382 пәтерден 656 кемшілік табылды. Мердігер компаниялардың есебінен жойылды. Айта кетейік, Ғабит Әбдімәжитұлы әкім болып келгенге дейінгі салынған құрылыстардың көбісі сын көтермейтін еді. Мынау шындығында осы тұрғын үйге қатысты, соның ішінде мынау бюджеттің есебінен салынған тұрғын үйге қатысты мәселелердің бәрі тарихи мәселелер болып келді десек, артық айтқандық емес. Біздің мынау 1,5 жылға жуық уақытымыз сол тұрғын үйлер салынған кезіндегі кемшіліктерді жоюға жұмсалды десек, артық айтқандық емес. Мынау Тұран 2 шағын ауданында, Шым Сити, Грин Ситиде қаншама проблемалар болды. Қаншама халықтың наразылығын тудырды. Осы мәселеге қала әкімі баса назар аударып, бұл біздің осы басшылық жасап отырған кездегі тұрғын үйлердің сапасының бәрінің жоғары болуын біз қадағалап отырмыз және қамтамасыз еткіміз келеді. Сол себепті де жаңағы кепілдік мерзімін 5 жылдан 7 жылға дейін арттырып отырғанымыз осыдан. Бұл өз кезегінде мердігер компаниялардың да жауапкершілігін арттыратынына біз сенімдіміз. Сонымен қатар 2025 жылы қала аумағында 22 көпқабатты тұрғын үйлердің
жалпы мүлкін күрделі жөндеуден өткізбекшіміз. Соның ішінде 12 жедел сатыны ауыстыру жоспарланған. Жалпы осы лифт мәселесі, жедел саты деп отырғанымыз лифт. Өздеріңіз білесіздер, лифт шаруашылығына қатысты біздің қаламызда көптеген проблемалар бар. Бұл енді дегенмен нарықтық экономиканың заңдылығы болғандықтан ерте ме кеш пе түзеледі ғой деген біз ойдамыз. Бірақ қазіргі кезеңде бізде білікті мамандар жетіспейді. Осыған қатысты да біз кешенді жоспар құрып жұмыс атқарып жатқандығымызды айтқымыз келеді. Мынау биыл өздеріңіз білесіздер, президентіміздің 2 қыркүйектегі 2024 жылғы жолдауында айтылғандай жұмысшы мамандықтар жылы болып жарияланған болатын. Осы жылдың аясында, жалпы бұл бір жылмен аяқталып қалатын науқан деп ойлауға болмайды. Осы жылдың аясында біз жоспарлар құрып, болашақта осы лифтілерді жөндейтін, соның пайдалануын жүзеге асыратын мамандарды да өзімізде даярлауды қолға алып отырмыз. Өткенде мектеп туралы айтқан болатынмын. Өздеріңіз білесіздер, 12 мектептің, жайлы мектептің 11-і пайдалануға берілген болатын. Таскендегі 1500 орындық мектеп 1 тамызға дейін пайдалануға беріледі. Мұнан бөлек биыл білім саласында 7 нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның 6-ы жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Оның ішінде өткендегі мен айтып кеткен Тельмандағы мектеп бар. Сонымен қатар мынау Сабыр Рақымов атындағы арнайы әскери мектептің құрылысы да аяқталатын болады. Сондай-ақ Сайрам колледжінің жатақханасы толық биылғы жылы пайдалануға берілетін болады. 10 нысанда күрделі құрылыс жүргізіліп жатқандығын мен сіздерге айтқан болатын. Бұны да білім оқу жылы басталғанға дейін, келесі оқу жылы басталғанға дейін толық аяқтаймыз деп отырмыз. Денсаулық саласындағы бізде перинаталдық орталық салуды қолға алмақшымыз. Оның ПСД-сі қазір сметалық жобалау құжаты қолға алынуда. Сонымен қатар Нұрсат шағын ауданындағы перинаталдық орталыққа қосымша корпус салуды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Ақжайық шағын ауданында жаңадан айтып кеткенде 200 орынды перинаталдық орталық салмақшымыз. Спорт саласында стадион мәселесін айттық, паралимпиадалық, суролимпиялық айттық. Оның сыртында биылғы жылы мен жоғарыда айтып өткендей мәдениет және спорт саласына қатысты типтік үлгідегі ғимараттарды салуды қолға алмақшымыз. Қаланы абаттандыру мәселесі де құрылыстың қатарына кіретіндіктен бұны да айтып кетуіміз керек. Биылғы жылы бірнеше осы абаттандыру нысандары салынатын болады. Әлеуметтік қамтамасыз ету саласында да біз назардан тыс қалдырып отырғанымыз жоқ. 2 нысанды саламыз деп отырмыз. Инженерлік инфрақұрылымдық нысанды да айтуымыз керек. Бұл мынау ішкі орамдар бар емес пе, кварталдар. Сол жерде салынатын инженерлік инфрақұрылымдар нысаны да бар. Ақжайық шағын ауданында, Бозарықта және осы ішкі орамдық инженерлік құрылыстар жүргізіледі. Сондай-ақ 2 мекеменің, оның бірі Қаратау ауданының әкімдігі, сондай-ақ Қазыбек би көшесінде әкімдік ғимарат салынатын болады. Ал енді әлеуметтік қамтамасыз ету саласында бір нысанның құрылысы өтпелі. Биылғы жылы аяқталмайды, бірақ құрылысы жүріп жатыр. Ол келесі жылы аяқталатын болады. Сондай-ақ бір инженерлік инфрақұрылым нысаны, бұл Бозарық шағын ауданында, бұл да өтпелі, 2026 жылы аяқталады деп отырмыз. Жалпы құрылысқа қатысты айта кететін дүние, бізде бүгінгі таңда 104 нысанда, коммерциялық нысанда құрылыс жүріп жатыр. 104 жаңа мемлекеттік мекеме болатын болса, мемлекеттік есебінен, бюджеттің есебінен салынып жатқан құрылыс болатын болса, 757 нысан, бұл коммерциялық тұрғыда салынып жатқан нысандар. Бұның ішіне барлығы кіреді. Магазин, дүкен де бар, сауда орталығы да бар, тұрғын үй де бар. 757 нысанда құрылыс жұмыстары бүгінгі таңда жүргізілуде. 2024 жылы тұрғын үй объектілерінің индикаторы бойынша 1.359.800 шаршы метр пайдалануға берілді. Мұның ішінде жеке тұрғын үйлердің көлемі 469.101 шаршы метрді құрайды. 2025 жылы бізге индикатор бойынша 1.370.450
шаршы метрді құрайтын біз тұрғын үй салуымыз керек. Бұл былтырғы жылға қарағанда 10 мың есеге артық. Бұл жерде жеке тұрғын үйлердің көлемі 551 мың 22-ні құрайды. Осы 2 айдың ішінде көрсеткіш бойынша жалпы 106 мың 742 шаршы метр қабылданды. Осы қарқынменен жұмыс жасайтын болсақ, біз жылдың соңына дейін 100% бізге бекітілген индикаторды орындаймыз деп ойлаймыз. Өткенде заңсыз құрылыстар туралы біз айтқан болатынбыз. Кен баба паркіндегі, қиял әлеміндегі басқа да заңсыз жүргізілген құрылыстардың былтырғы саны, жалпы саны 5 екен. Биылғы жылы олардың саны 10-ды құрап отыр. Қазіргі таңда сот рәсімдері жүргізілуде. Бұлардың 10 нысанды бұзу жоспарланып, сот шешімі оңынан шыққанда шығатын болса, ол құрылыстардың барлығы бұзылатын болады. Енді оның бәрін санамалап керегі жоқ шығар. Дегенмен қажет болатын болса, қосымша ақпарат беруге дайынбыз. Бұл құрылысқа қатысты айтылатын дүние. Мен бұл цифрдың барлығын әдейі сіздерге келтіріп отырмын. Себебі, байқап тұрғандарыңыздай, құрылыс шынымен-ақ бізде қарқынды жүруде. Соның нәтижесі бойынша қала бюджетіне түсетін өнімнің де, тартылатын инвестицияның көлемі де ұлғайып отырғандығын айтуымыз керек. Жақын арада егер бұлай қарқынды жүретін болса, жақын арада біздегі қаламыздың тұрғындардың саны 1 миллион 256 мың, жақын арада туу көрсеткіші бар. Жалпы қаладағы жаңағы келіп орналасқан тұрғындардың саны бар. Жақын арада қаланың тұрғындарының саны тағы өседі деп болжалануда. Мен бұны неге айтып отырмын? Осы қала тұрғындарының санының артуы бізде тағы бір саланы басты назарда ұстауды қажет етеді. Бұл мына жол, көлік, инфрақұрылым мәселесі. Енді осы жол инфрақұрылым мәселесіне де тоқталып кетуге рұқсат етіңіздер. Жалпы Шымкент қаласы бойынша жолдардың жалпы ұзындығы 3899,5 шақырымды құрайды екен. Бұл 6714 көше барлығы. Осы жерде бір айта кететін дүние, Ғабит Әбдімәжитұлы әкім болып келгенге дейін біздің қаламызда 4195 көше бар деп есептелініп келді. Былтырғы жылы Шымкент қалалық жол транспорт басқармасы осы көшелердің барлығын паспортизациядан өткізді. Нәтижесінде біздің қаламызда 4195 көше емес, 6714 көше бар екені анықталды. Ал енді осылардың ішінде 6714, 3899 шақырым жолды құрайтын ішінде асфальт бетонды жабындысы, асфальтталғаны 2847, ал енді шағалтас төселгені 564 шақырым, топырақ жолдар 487 шақырымды құрайды. Яғни, көріп отырсаңыздар, қарап отырсаңыздар, біздің алдымыздағы алатын асуымыз, шығатын шыңымыз, әлі орындайтын міндетіміз жеткілікті. Енді осы жұмыстар қалай ұйымдастырылуда? Жалпы 2020 жылы қанағаттанарлық деңгейдегі жолдардың көлемі 71%-ді құраған болатын. 2024 жылдың нәтижесі бойынша мынау жақсы сапалы салынған жолдардың көлемі 75%-ға дейін ұлғайды. Ал енді биылғы жылдың соңына дейін біз соны 79%-ға дейін жеткіземіз деп отырмыз. Енді осы пайыздық өлшемге келгенде былтырғы жылы 233 шақырым жол немесе 310 көше пайдалануға берілді осы асфальт жабындысымен. Оның ішінде мына жерде сіздер нақты біліп алғандарыңызды қалаймын. Бұл жолдың өзін жасау, құрылысын жүргізу, қайта жөндеуден өткізу, немесе жаңағы орта ремонт деген мәселелер бар, орташа ремонт. Соның барлығын жік-жігімен мен айтып беремін. Сұрақтарыңыз болса, қайталап айтуға дайынмын. Мынау құрылыс қайта құру жұмыстарыменен бізде 59,5 шақырым былтыр қамтылды. Жыл қорытындысымен 23,1 шақырым жол пайдалануға берілді. Қалған өтпелі жаңағы нысан бізде 2025 жылы жалпы ұзындығы 40,8 шақырымды құрайтын жол құрылысы және қайта жаңғырту жұмыстары жүзеге асырылмақшы. Енді осы
мына 40,8 шақырымға не кіреді дейтін болсақ, өздеріңіз білесіздер, Қонаев көшесін, Қонаев даңғылын бізде жалғастырып жатырмыз. Бұл даңғылдың мынау жалғастыру жолы 6 кезеңнен тұрады. Бұл кезеңнің бүгінгі таңда 4 кезеңі аяқталған. 3 кезеңі бойынша жұмыстар толығымен бітті. Жұмыстар жүргізіліп жатыр 3 кезеңі бойынша. Оның екеуін биылғы жылы аяқтаймыз деп отырмыз. Бір кезеңі, 5-ші кезеңі 2026 жылға өтпелі болады. Себебі бұл құрылыс жұмыстарымен байланысты емес, жол құрылыстары жұмыстарымен байланысты емес. Бұл жерде, бұл жолдың бойында, жолдың жалғасатын тұсында жеке меншік үйлер бар. Олардың жерін алу, олармен келісу, келіспеген жағдайда сотқа жүгіну, ол соттың жаңағы алғашқысы бар, кейінгі апелляциялық тұрғысы бар, кассациясы бар. Осының бәрін ескеріп отырғанда біз бұл жолды 2026 жылдың соңына дейін пайдалануға береміз деп отырмыз. Бұл бізге не береді? Өздеріңіз білесіздер, мынау республика даңғылы бізде өте жаңағы кептеліске толы. Мұның барлығы жол ашылған жағдайда екі жаққа бөлінетін болады, кептелісті азайтатын болады. Сонымен қатар А2 мынау автомобиль жолында білесіздер, құрылысы жүріп жатқанын. Бұл жолдың жалпы ұзындығы 28,2 шақырым, 8 кезеңнен тұрады. Бұл 8 кезеңнің де 5-еуі аяқталынып қойған, 3-еуінің құрылысы жүріп жатыр. 2-еуін биылғы жылы аяқтаймыз. Ал мына Қазығұрт шағын ауданының тұсындағы 7-ші кезеңнің құрылысы 2026 жылдың соңына дейін аяқталады деп отырмыз. Бұл да мына жерді мемлекет мұқтажына алуға қатысты болып отырған мен сіздердің назарларыңызға салғым келеді. 7-ші кезең дедім мен, 7-ші кезең емес, 5-ші кезең. Жоқ, жалпы 8 кезең, соның 5-ші кезеңі 2026 жылға өтпелі болады. Енді бұл не береді бізге? Бұл да енді кептелісті қаладағы азайтады деп айта алмаймыз, жаңағы Қонаев даңғылы сияқты. Бірақ біздің қала аумағынан өтетін транзиттік транспорттардың жұмысын жеделдетуге, экологиялық тұрғысынан тиімді болуына, сол арқылы алып келетін жағымды жайттардың, жағымды іс-шаралардың бірі болмақшы. Сондай-ақ бізді бір жақсы көретін тырнақшадағы кісілер бар. Үнемі мына Бәйдібек би көшесінің бойындағы кептелісті әлгі үтікті қоссаңыз үтіктен сөйлеп айтады. Ол бір күнде шешілетін мәселе емес екенін біз ескеруіміз керек. Бұл да біздің қолға алған, қазіргі таңда нақты атқарып жатқан жұмысымыз. Осы Бәйдібек бидің даңғылындағы кептелістерді жою мақсатында біз Алтынсарин көшесін ұзартпақшымыз. Ол мына Төлеуметов көшесінен Тұран шағын ауданына дейін болмақшы. Біз қазіргі таңда құрылысы жүргізілуде. Жобаның ұзындығы 2,3 шақырымды құрайды. 2026 жылдың соңына дейін аяқтаймыз деп отырмыз. Бұл осы қаланың тұрғындарына, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, қаланың халқының саны да өсуде. Жалпы комфорттық, жайлы, жағымды жағдай жасалыну үшін атқарылып жатқан жұмыстар. Одан бөлек Жандосов көшесінің жалғасын салуды жоспарлап отырмыз. Жандосов көшесі Адырбеков пен Саспықбаев көшесінің аралығына дейін ұзаратын болады. Ұзындығы 400 метр және Асар мен Шым-Сити шағын аудандарын қосатын жол құрылысында жүргізілуде. Түркия көшесі мен А2 жолын байланыстыратын болады. Ұзындығы 1,1 шақырым. Бұл да кептелістерді, бұл аталған нысандарда осы шағын аудандарындағы кептелістерді оңтайландыратын болады. Бұл екі нысанда биылғы жылы пайдалануға берілетін болады. Сонымен қатар биылғы жылы 2 темір жол өткелінің құрылысы жүргізілуде. Атап айтқанда Тленшин және Момынов көшелеріндегі темір жол өткелдерінің құрылысы. Бұл нысандардың да екеуі де келесі жылы пайдалануға берілуі жоспарлануда. Бұл темір жол өткелдерінің құрылысы аяқталған кезде қаланың шығыс бөлігінде темір жол өткелінен кедергісіз көлік қатынасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Күрделі жөндеу жұмыстары бойынша 2024 жылы 3 нысан күрделі жөндеуден өткізілді. Жыл қорытындысымен бір көпір пайдалануға берілді. 2 нысан биылғы жылға өтпелі болып табылады. Жылдың соңына дейін аяқталатын болады. Ал 2024 жылы басталған 2 нысандағы жалпы ұзындығы 17,1 шақырымды құрайтын
Юсупов, Тамшыбулак, Жаңа Конус, Зиенді және Сареми жаңа құрылыс көшелеріндегі күрделі жөндеу жұмыстары жалғасады. Биылғы жылдың соңына дейін аяқталатын болады. Орташа жөндеу жұмыстары 2024 жылы жалпы ұзындығы жолдардың 209,9 шақырымды құрады. 304 көшеде орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. 247 көше 167,1 шақырым көше жол пайдалануға берілді. Қалған нысандар 2025 жылға өтпелі болып табылады. 2025 жылы ұзындығы 161,2 шақырымды қамтитын 252 көшеде орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Жалпы 2024 жылы күтіп ұстау бір бөлек статья. Жұмыстар аясында 181 көше, жалпы ұзындығы 79,3 шақырым жолға асфальт бетон қабаты төселінді. Бұл жұмыстар жол инфрақұрылымын жақсартуға және тұрғындарға қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Осы жерде жол инфрақұрылымын дамыту дегенде біз қауіпсіздік мәселесінде назардан тыс қалдыра алмаймыз. Былтырғы 2024 жылы 46 орынға бағдаршам, яғни 46 қиылысқа. 46 орын дегеніміз 46 бағдаршам емес. Ол жерде 2 бағдаршам болуы мүмкін, 4 бағдаршам болуы мүмкін, одан да көбірек болуы мүмкін жол қиылысына. 46 орынға жаңа бағдаршамдар орнатылды. Биыл оның ішінде мынау Шым-Сити және Тұран шағын аудандар өздеріңіз білесіздер. Тұрғындардың тарапынан үнемі шағым тудыратын осы шағын аудандарда біз барлық 32 орынға бағдаршамдар орнаттық. Ал енді қаланың басқа көшелерінде 14 орынға қойылды. 2025 жылы осы жұмыс жалғасып, Шым-Сити және Тұран шағын аудандарында 6 орынға, қаланың басқа көшелерінде 25 орынға, барлық 31 орынға бағдаршамдар орнататын боламыз. Жаяу жүргіншілер. Қаланың жаяу жүргіншілер өтетін жерлерінде өздеріңіз білесіздер, өте қараңғы болатын. Соның былтыр 50 орнына біз жарықшамдар орнаттық. Биылғы жылы 100 сондай жаяу жүргіншілердің өтетін жеріне 100 жарықшамдар орнатамыз деп отырмыз. Жол белгілерін орнату және алмастыру бойынша қала көшелерінде жалпы 6000 жол белгілері орнатылып, ескірген жол белгілері ауыстырылды. 2025 жылы тағы да 6000 жол белгілері орнатылып және ауыстырылатын болады деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, халық көп жүретін жер. Соның ішінде мына балалардың қауіпсіздігі, ауруханаға әртүрлі кісілер келеді, біреуінің денсаулығы жаңағы мүмкіндік бермеуі мүмкін. Сол кісілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мектеп, балабақша, емхана және тағы да басқа сондай қоғамдық орындардың маңайында біз 1200 метр жасанды жол кедергілерін орнаттық. 2025 жылы тура сондай 1200 жол кедергілерін орнататын боламыз. Көше жарықшамдарын орнату. Мен жоғарыда айтып кеттім. Көшенің саны бізде 4195 деп келген едік. Сол тұрғыдан келгенде бізде 20% ғана қаншама жыл, Шымкент қаласы қанша жыл болды, Шымкент болып келе жатқалы. Соның 20% жарықшамдар орнатылған көшелерге деп есептелінген еді. Кешегі мына көшелерді паспорттандыру нәтижесінде 6000-нан асқан көшенің 20% емес, 13% ғана жарықтандырғанын біз анықтадық. Былтырғы жылы қала әкімі Ғабит Әбдімәжітұлының тапсырмасымен, тікелей нұсқауымен қаржы бөлдіруінің арқасында 51,7 көшеміз жарықтанған болатын. Биылғы жылы біздің алдыға қойып отырған мақсатымыз қала көшелерін 100% жарықтандырамыз деп отырмыз жылдың соңына дейін. Енді әрине көшеміз қараңғы, мәселен 143-144 мектептің айналасында тұрғындар, балаларымыз кеш қайтады, жарықшамдар жоқ деп жатады. Бұл мәселе биыл толығымен шешіледі. Әлгі Мәскеу бір күнде салынбаған деген ұғым бар. Бір күнде болмайтын дүние. Анау проекттілік жоспарлау ПСД дейді, сонымыз бар, ақша бөлдіруіміз бар, конкурсымыз бар. Бұның бәрі рәсімнің біраз уақытқа созылатындығын көрсетеді. Бірақ бұйыртса жылдың соңына дейін қала көшелерін толықтай 100% біз жарықтандыратын боламыз.
Чуңкурларды жамау 2024 жылы жалпы 420 мың шаршы метрді құрады. Биылғы жылы біз тағы 400 мың шаршы метрді чуңкурларды бекітеміз деп отырмыз, жабамыз деп отырмыз. Бұл да өз нәтижесін бергенін өздеріңіз білесіздер. Қаламыз өмір сүруге бірталай қолайланып қалды ғой деп мен ойлаймын. Сіздер де соны өздеріңізде аңғарған боларсыздар. Ирригациялық арық орнату. 2024 жылы қала көшелерінің бойында су басу қаупі бар. Немесе су жиналатын 103 орынға 54,3 шақырым ирригациялық жүйелер, яғни арық жүйесі орнатылды. Осы жұмыс 2025 жылы 50 орынға 23 шақырымды құрайтын ирригациялық арық жүйесі тартылатын болады. Нәтижесінде су басу қаупі немесе су жиналу қаупі азаятын болады. Өткенде өздеріңіз білесіздер, мен айтып кеткен болатынмын, тағы бір қайталай кетейін. Жалпы қаламызда былтырғы жылы атқарылған жұмыстардың нәтижесінде қаланың біраз көшелерінен ағын су биыл ағып жататын болады. Бұл өзіндік қаламыздағы микроклиматты қалыптастыруға мүмкіндік беретін болады. Транспорт мәселесін айтқан кезде, инфрақұрылым мәселесін айтқан кезде, әрине мына қоғамдық көлік мәселесін біз айтпай кете алмаймыз. Қаламызда 80 тұрақты маршрутта жалпы 949 автобус жолаушыларды тасымалдауда. Оның 79 маршруты әлеуметтік маңызы бар маршрут деп айқындалған. Аталған маршруттарда 11 көлік компаниялары қызмет етуде. Жалпы көліктердің саны 1120 бірлікті құрайды. Оның ішінде 44 автобус 3 жылға дейін, 1060 автобус 5 жылға дейін, және 7 жылдан асқан 16 автобус бар. Маршруттардан қызмет көрсететін автобустар толығымен 100% GPS трекерлермен жабдықталған. Қолданыстағы автобустардың 615-і отын ретінде сығымдалған газ метанды пайдаланады, ал 505-і дизельдік отынды пайдаланатынын айтқымыз келеді. Әлеуметтік маңызы бар маршруттарды субсидиялауға өткен жылы кеткен қаржының көлемі 35,9 миллиард. Қаржы толығымен игерілді. 2025 жылға осы әлеуметтік маршруттарды субсидиялауға 42,7 миллиард теңге ақша бөлініп отыр. Түзілген шарттардың талаптары негізінде тасымалдаушылар тарапынан 2024 жылы 19 жаңа автобус сатып алынды. Осы тасымалдаушы компаниялардың өзінің жаңағы жауапкершілігін арттыру мақсатында, өздерінің мойнына алған міндетін орындату мақсатында мынау айыппұлдық көрсеткіштер бұрынғы жылдары 1,5% болатын болса, 3%-ға дейін ұлғайтылды. Мен түсіндіріп айта кетейін. Бұрын біз мәселен 35,9 миллиард қаржы беріп келдік пе? Ол толығымен игерілді деп есептелінетін болса, немесе жаңағы айыппұл салу бойынша соның 1,5% ғана ұсталынатын болса, қазіргі таңда сол 3%-ға дейін көтерілді. Бұл айыппұлдар көрсеткіштері қай уақытта салынады? Біріншісі, Қазақстан Республикасының ұлттық стандарт талаптарын сақтамаған жағдайда. Автобустардың аялдамаға тоқтауы және аялдамадан тыс жерде жолаушыларды отырғызу, түсуі жағдайы орын алғанда айыппұл қаралатын болады. Автобустардың аялдамаға 15 минут кешігіп келуі, немесе бұрын келіп қою мәселесі де осы айыппұл көрсеткіштерінің ішінде отыр. Яғни, бізде бар ғой жаңағы, автобус тоқтамай кетті дейді. Немесе автобус келмей жатыр дейді. 15 минут кешігіп келді. 15 минут мына жерде график бойынша 15 минут бұрын келу керек еді. 15 минут кейін келу керек еді. 15 минут бұрын келіп қойыпты деген мәселелер болатын болса, тұрғындар өздерінің шағымын түсіретін болса, біз бұл мәселеге де айыппұл көрсеткішін қарағанымызды, бұның бақылауда, назарда ұстап отырғандығымызды айтқымыз келеді. Мұның барлығы мүмкін осыған дейін айтылып келген шығар. Мүмкін көпшілік кейбіреу естімеген болар деп біз әдейі сіздердің алдарыңызда көпшілікке жеткізсін деп осының барлығын айтып отырмыз. Мұның барлығы, тағы да қайталап айтайын, біздің қаламызды тұрғындар үшін
жайлетуге әсерін беретін факторлар деп білеміз. Мынау жалпы өткен жылы келісімшарт талаптарын сақтамаған үшін тасымалдаушыларға 11.579 акт толтырылған екен. Осы айыппұлдар есебінен үнемдеу 760 миллион теңгені құраған, ал қозғалыс жиілігінің сақталмауы есебінен 2,3 миллиард теңге үнемделген. Қарап тұрсаңыздар, мынау тағы да қайталап айтайын, тұрғындар өздерінің шағымын дер кезінде жеткізетін болса, бұл қала бюджетін үнемдеуге де өзінің септігін тигізетінін сіздер байқап отырсыздар. Сонымен қатар, билетсіз жолаушыларды тасымалдаған жүргізушілерге 3004 акты толтырылған. Шымкент қаласы бойынша көлік бақылау инспекциясы түзген хаттамаларға сәйкес 8,16 миллион теңге айыппұл өндірілген. Енді жалпы маршруттар туралы бізде қала тұрғындарынан үнемі көптеген жаңа ұсыныстар, шағымдар келіп түседі. Осы ұсыныстар мен сұраныстардың нәтижесінде бізде біраз маршруттар оңтайландырылды. Қосымша маршруттардың жұмыстары ұйымдастырылды. Атап айтқанда Тұран, Шым-Сити, Нұртас, Ақжайық шағын аудандары арқылы қатынайтын номер 3 жаңа айналма маршрутты, оңтүстік шағын аудандағы Бөгет, Қамысты, Баян Батыр көшелерімен жүретін номер 4 жаңа маршрутты және Нұрсат шағын ауданы мен Сайрам тұрғын алабын байланыстыратын номер 207 маршруттың жұмыстары ұйымдастырылды. 33 маршруттың қозғалыс сызбаларына өзгерістер енгізілді. Жолаушылар ағынының өсуіне байланысты 20 маршруттың қозғалыс кестелері ұлғайтылды. 9 маршруттың жұмысы сағат 23:00-ге дейін ұзартылды. Жалпы мен жоғарыда айтып кеттім ғой, субсидияның көлемі бізде аз емес. Былтырғы жылы ол 35,9 миллиардты құраған болса, биылғы жылы 42,7 миллиардқа дейін артып отыр дедік. Себебі, бұның артып отырған себебі, қала көліктерінде, қоғамдық көліктерінде жеңілдікке ие азаматтардың саны 6-дан 14-ке дейін өсті. Яғни, бұрын 6 көрсеткіш қана бойынша біз жеңілдік беретін болсақ, қазір 14 көрсеткіш бойынша біз жеңілдік береміз. Және мұндай азаматтардың саны қала тұрғындарының 319 мың адамды қамтып отыр. Өздеріңіз білесіздер, мынау жолаушыларға қолайлы жағдай жасау, жүргізушілер мен жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ең басты көлеңкелі ақша айналымын азайту үшін біз мынау қазан айынан бастап қолма-қол төлеу жүйесін жойдық. Төлемдер тек электронды түрде ғана жүргізілуде. Сонымен қатар бізде қосымша бақылаушылар да бар. Жаңағы жоғарыдағы айтылған айыппұлдардың барлығы сол бақылаушылардың еңбегінің нәтижесімен болып отырған дүние. Былтырғы жылы қаланың көлік транзиттік инфрақұрылымын дамыту мақсатында 2 ірі жоба жүзеге асырылды. Оның бірі Шымкент қаласының әуежайы. Қазіргі таңда заманауи талаптарға сай біздің бұл әуежайымыз жұмыс істеуде. Бұның өткізу қабілеті 10 есе артты. Енді бұрын 200 адам ғана өтетін болса, қазір 2000 адамға дейін сағатына өткізу мүмкіндігіне ие. Және өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда екі жақтан да ұшып жатыр ғой. Түптің түбінде бұл терминал, жаңа терминал бізде толығымен қамтамасыз етуге, біздің қаламыздың сұранысын толығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп отыр. Сондай-ақ Шымкент теміржол вокзалында қайта жаңғыртудан өткенін білесіздер. Бүгінгі таңда бұл Шымкент теміржол вокзалының өткізу қабілеті 2000 адамға тең болатын. Бүгінгі таңда бұл 6500 жолаушыға тең келіп отыр. Қаламызда 2395 аялдаманың орны бар. Оның 20-сы темір конструкциялы, 22-сі жаңа типтегі аялдаманың жалпы саны 1715. Оның 877 данасы 2024 жылы орнатылды. Аялдама орнату мүмкіндігі жоқ. Тек аялдама белгілері орнатылған аялдамалардың саны 342. Коммерциялық нысандағы аялдамалардың саны 38-ді құрайды. Ауыстыруға жататын аялдамалардың саны 300.
бұл бағытта алмастыру жұмыстары басталынып кетті. Жылдың аяғына дейін толықтай 300 аялдаманы біз жаңаша типтегі аялдамалармен алмастырып қоятын боламыз. Сонымен қатар, қаламызда өздеріңізде байқап жүрген шығарсыздар, 600 дана аялдаманың жаңағы павильондарына атау беріліп жарықтандырылды. Ал 532 дана аялдамаға маршруттың қозғалыс сызбалары мен кестелері туралы анықтамалар орнатылды. Бұл мәселелер, осы жолаушылар көлігі саласындағы өзекті мәселелер толығымен шешілді деген дүние емес. Қалада тірі организм сияқты үнемі дамып, өзгеріп, қозғалыс процесі жүріп жататын бұл сала екенін ескеруіміз керек. Егер алда-жалда аяқ астынан жаңағындай мәселелер туындаған жағдайда біз оперативті түрде шешуге дайынбыз және мүдделіміз. Жалпы айта кететін дүние, мынау былтырғы жылы 19 жаңа автобус сатып алынды деп айттық қой біз. Биылғы жылы осы 11 автобустық компаниялардың тарапынан 205 жаңа автобустар сатып алынады деп біз жоспарлап отырмыз. Оның 108-і газ бен метанмен жүретін 180 және 25 шағын автобус болады деп отырмыз. Қысқаша, мынау жол инфрақұрылымы бойынша осы, бұл жерде тағы бір мәселе айтыла кететін дүние, мынау автомобильді газ толтыру станцияларын салу. Жалпы мұндай метан газын тұтынатын автобустардың саны 590 екенін біз жоғарыда айтқан болатынбыз. Сондықтан газ құю станцияларының да қаланың барлық түкпір-түкпірінде орналасуы біз үшін өте маңызды. Сондықтан бұндай жаңағы автомобильді газ толтыру станцияларын көбейту біздің мүддемізге кіреді. Осы себепті Шымкент бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі автопаркінің аумағында 3-ші газ станциясын салу жоспарлануда. Сонымен қатар қаланың солтүстік аумағында да қосымша осындай станция салынады деп біз келіссөздер жүргізіп отырмыз.